Көне дәуірдің деректері, тарихтан сыр шертетін дүниелерді ғалымдар топырақты терең қазып таппаса, құнды жәдігердің жоғалып кетуі әбден мүмкін. Қазақстанның бас тарихи қорында мыңдаған артефакттер сақталған. Еліміздің тәуелсіздік символына айналған атақты сақ жауынгері алтын адам 3000 жылдан кейін көшпелі өмірін қайта жалғастырды. Қазақстанның ұлттық музейі мен республикамыздың мәдениет және спорт министрлігінің бірлесіп ұйымдастырған жобасының арқасында соңғы 2 жылдың ішінде көшпенділердің өркениетімен әлемнің ондаған елі танысты. Бұл жолы сақ жауынгері алыс сапарға, дәлірек айтқанда, Орта Азияның жүрегі саналатын Малайзия еліне жол тартпақ. Еліміздің ұлттық музейі жұмысшыларының ерекше мұқияттылығымен алтыннан, күмістен және музейдің археологиялық қорынан 346 артефакт арнайы жәшіктерге салынды. Жуырда әлемнің тағы бір елі ұлы даланың тарихын тамашалайтын болады. Орау барысында негізі бұл экспонаттарды сақтау, экспонаттарды орау, экспонаттарды тасымалдау, олардың барлығы да сол ерекшеліктердің барлығы сақталады. Яғни бұл экспонаттардың барлығы ылғалды сақтайтын, жарық өткізбейтін, ауа өткізіп тұратын арнайы материалдарда оралады. Малайзия туристерді экзотикалық табиғатымен, қаланың көне және заманауи мәдениетімен қызықтыратын мемлекет. Ел астанасы Куала-Лумпурда әйгілі егіздер мұнарасы мен жасыл бақтардан бөлек, ежелгі ілімнің ошағына айналған Малайзия ұлттық музейі де шаһардың көрікті жеріне айналғалы қашан. Әлемнің өзгеде музейлерімен әріптестік байланыс орнатқан мәдениет ордасы жылына миллиондаған келушілерді қабылдайды. Көшпенді өркениетінің артефакттері Малайзия музейлер департаментінде бір айға тұрақтайды. Ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесі археологиялық, алтын, этнографиялық және күміс залдардан тұрады. Археология залына қола дәуірінен бастап орта ғасыр кезеңіне дейінгі заттар қойылған. Олардың арасында жебенің ұштары, балта, қола айналар, орта ғасырлық құмыралар және терракота плиткалары бар. Түрлі материалдардан басқа мұнда ботай мәдениетіндегі алғашқы қолға үйретілген жылқылардың сүйектері де көрсетілген. В раннежелезном веке особое место. Ерте темір дәуірінде Қазақстан территориясын мекендеген тайпаларды қару-жарақпен қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөлінген. Экспозицияда қашықтықтағы шайқастарда пайдаланылған қару-жарақтар бірден көзге түседі. Ол жебенің ұшы іспеттес етіп жасалынған. Наконечников стрел. Ерте темір дәуірі дала жауынгерлері үшін өркендеу кезеңі болды. Осылайша қару-жарақ жасаушылар өз кәсіптерін дамытуды көздеді. Сондай-ақ зергерлік өнерді қолға алушылардың да саны артқан. Кочевники всегда обрабатывали очень искусно, очень тонко, красиво делали. Көшпенділер тұрмыс заттарын әрдайым әдемі етіп жасаған. Табылған ескерткіштердің басым бөлігі патша түсі саналатын қызыл түске боялған. Екінші жағынан ол оттың, жылулықтың белгісі. Сонымен қатар оны алтынмен безендірген. Вот техника изготовления пояса. Это Мәселен, мына белдікті соғу техникасымен жасаған. Мына металл қаңылтыры да алтын. Осының бетіне соғу техникасы арқылы керемет шеберлікпен бұланның бейнесі салынған. Сондай-ақ қанатты грифтің де суретін байқауға болады. Лося, который на спине идет изображен грифон крылатый. Есіктен табылған алтын адам көшпенділердің өркендеу кезеңіндегі тұрмыс тіршіліктің дамыған көрінісін сипаттайды. Олар табиғат жағдайына бейімделіп, түрлі металдарды өңдей бастаған. Алтын адамның аналықтарының табылуы тарихты тереңнен зерттеуге тағы бір мүмкіндік береді. Тақсай ханшайымның ирандық сырғалары мен шыны кесесі көшпенділердің өзге өркениеттермен байланысы болғандығын білдіреді. Самой удивительной, уникальной вещью в Тақсайском могильнике это была ореховая шкатулка. Тақсай қорымынан табылған ең ерекше зат бұл жаңғақ қобдишасы. Жалпы жаңғақ қобдишасына қасқырдың тісі салынған. Анықтап қараса, қасқырдың тісін арнайы тескендігін көруге болады. Яғни бұдан бір әшекей жасамақ болған. Қобдишаға барлығы рет-ретмен салынған. Қасқырдың тісінен бөлек ол жерде пышақтар және жылқының маңдайына арналған ат әбзелі болды.
Сонымен қатар ариба шөпті ұсақтап турауға арналған үккіш пен кішігірім ыдыста табылды. Того, чтобы растирать травы, все это в коробочке и гребень. Тарихи жәдігерлер абыз әйелдің тақсай ақсүйегінен болғандығын аңғартады. Көшпенді тайпаның көне дәстүрлері зергерлік өнерде ғасырлар бойы қолданылған. Мәселен, түркі халықтары да күмістен жасалған әшекейлерді тұмар ретінде пайдаланған. Тумарша, амулет, который представлен на выставке, он нес символ. Өздеріңіз көріп тұрған, көрмеге қойылған тұмарлар адамды жаманшылықтан қорғау үшін қолданылған. Яғни тұмардың ішіндегі бос қуысына дұға жазылған қағаз орап салған. Также треугольные элементы данного украшения тоже несли с собой. Сонымен қатар бұл әшекей бұйымның үш бұрышты элементтері де жамандықтан қорғау мен тоқшылықтың символын білдіреді. Несли как бы женское начало, символ плодородия в данном украшении. Қазақстандық көрменің басы экспонатының көркемдік сұлбасын қайта қалпына келтірген атақты реставратор Қырым Алтынбеков пен Тақсай ханшайымын тауып, оны әлемге танытқан археолог Яна Лұқпайнованың лекциялары Куала-Лумпур тұрғындары үшін көне тарихпен бір табан жақын танысуға мүмкіндік беретін шара. Достижение не только одной нации, одной страны. Это достижение... Бұл тек бір халықтың, бір мемлекеттің ғана емес, бұл әлемдік өркениеттің жетістігі. Сонымен қатар бұл көрме біздің Қазақстан жерінде тарихтың қандай болғандығын баяндайды. Қазіргі уақытта әлі де табылып жатқан жәдігерлердің арқасында тарих парақтары қалыңдай түсті. Жалпы бұл көрме заманауи Қазақстанның жетістігін көрсетеді. Себебі егер еліміз осындай экономикасы тұрақты болмай, мәдениетіне жанашырлық танытпаса, мұндай көрме ұйымдастырмас еді. И выставки. Ашық аспан астында қазақ даласының әуезді сазын орындап жүрген еліміздің сазген сазы фольклорлы этнографиялық ансамблінің сүйемелдеуімен көрменің ресми түрде ашылу салтанаты өтті. Шараға Малайзияның ғалымдары, дипломаттары мен қоғам қайраткерлері арнайы келді. Көрме Малайзия қауымын таң қалдырды. Себебі қазақстандық мәдениетпен біз алғаш рет таныстық. Мұндағы жергілікті халық үшін бұл жаңа тарих. Мен Қазақстанның мәдени тарихын тамашалаудан ерекше әсер алдым. Салтанатты сәт, ежелгі көшпенді халқының әлеміне есік ашық. Менің ойымша, Қазақстан мен Малайзия арасындағы мұндай екі жақты мәдени байланысты орнату идеясы өте маңызды. Мен елдің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыртуымен Қазақстанда бірнеше мәрте болдым. Сіздердің елдеріңіз маған ұнады. Бүгінгі көрме Малайзия тұрғындарының Қазақстанмен және оның тарихымен танысуына мүмкіндік беретін тиімді жоба. Тарихы мүлдем басқа бағытпен дәстүрде дамыған малайзиялықтар үшін еуразиялық көшпенді өркениетке көз тігу сирек болғанымен айтулы сәттердің бірі. По информации Министерства культуры, искусства и туризма, Малайзияның мәдениет, өнер және туризм министрлігінің ақпаратына сүйенсек, Куала-Лумпурдағы көрмеге шамамен 50 мыңға жуық адам келеді деген болжам жасалды. Бұл көрме екі ел арасындағы мәдени әріптестік байланыстың алдағы уақытта да нығаюына және мәдени тәжірибе алмасуына ықпал етеді деген ойдамын. Культурному обмену. Өткен ғасыр өз артынан із қалдырады. Бұл орайда археологтардың міндеті оны тауып қана қоймай, олардың мән мағынасын әлемге танытуы тиіс. Ұлы дала мұрасы, тарих пен мәдениет көрмесі ата-баба тарихын алыс жақын шетелмен таныстырып, бүгінгі ұрпақтың өз дәстүріне берік екендігін дәлелдейді. Жобаның арқасында Қазақстанның өткені мен бүгінін танып жатқан халық саны да артып келеді.